Николай Тупаевна, сізді мынау келіп жеткен қарттар күнімен Жаңаарқа аудандық Сәкен Сейфуллин атындағы мұражай ұжымы құттықтайды. Деніңізге саулық, басыңызға амандық тілейміз. 1955 жылы, сосын 1972 жылы, 73 жылы Целиноградтың кооперативный техникумына түсіп, соны 75 жылы бітіріп кеп, сол аудандық тұтынушылар одағында экономист болып жұмыс істедім. Шикі зат дайындау мекемесінде. Содан сол тұтынушылар одағы жабылып қалғаннан кейін, сол 2002 жылдан бері мәдениет орталығында, мәдениет сауық орталығында бас есепші болып істедім. Содан 2016 жылы сол зейнеттікке шықтым, сол мекемеден мәдениет саласында істеп. Сол 4 баланың анасымын, немерелерім бар. Бәрі жоғарғы оқу орнын бітірген. Қазір енді сол немерелерімізді сабағына көмектесіп, дайындықтарына апарып. Қазақтың қарттары, даламның динары, жалғызда егіздер. Сіздерге көп рахмет, осылай ескеріп келгендеріңізге. Барлық қазақстандықтарды осы қарттар күнімен құттықтаймын. Амандық болсын, аспанымыз ашық, заманымыз тыныш болсын. Телегей теңізде